Қала көшелерін атом және энергия кейіпкерлері жүріп өтті. Олар қарағандылықтарды 6 қазанда болатын референдумға шақырды. Бұл іс-шараны республикалық халықтық штабы ұйымдастырды. Атом мен энергия қаланың әртүрлі жерлерінде тұрғындарға ақпараттық парақшалар таратты. Атом ер бала, оның мақсаты заманауи технологиялардың оларды қалай сенімді және экологиялық таза ететінін көрсету арқылы атом электростанциясының қаупі туралы мифті жою. Ал энергия болашақ пен инновацияны бейнелейтін динамикалық қыз бала. Ол адамдарды жаңартылған энергия көздерін және оны үнемді пайдалануға ынталандырады, дейді халық штаб мүшелері. Мен жаңағы ядерный энергетикаға қарсы емеспін, бірақ та ол егерде ториймен істелетін болса. Торий қазіргі ең соңғы жаңалықтары ол ас тұзымен жаңағы не қылып отырыпты. Суытылады. Сумен емес. Оған мен за. Осылайша 6 қазанда өтетін атом электростанциясының құрылуына байланысты референдум аясында шаһарымызда маскоттармен әзірленген іс-шара ұйымдастырылды. Бұл акцияға 10 шақты халықтық штаб белсендісі атсалысты. Бүгін осы халық штабының волонтерлері қаламыздың көшелерімізде алдағы референдум бойынша және АЭС бойынша ақпараттық парақшалар таратудамыз және бүкіл қаламыздың тұрғындарды 6 қазан күні дауыс беруге шақырамыз. Акция халықты жақын арада өтетін референдумға дауыс беруге шақырады. Әр азаматтың пікірі өте маңызды, дейді олар. Қала көшелерін кезген маскоттар тұрғындарға көңіл күй сыйлады. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.